Енді тәуелсіздік алған жылдарда діни білім беру емес, тіпті зайырлы білім беру де біздің елімізде өте оңай болмады. Қазіргі кезде Аллаға шүкір, еліміздегі жоғары оқу орындарда тек қана бакалавр деңгейінде емес, сонымен қатар тереңірек ғылыми негізде ұштастырған магистратура, докторантура деңгейіне дейін мемлекеттің негізгі гранты негізінде қолдауымен білім беру жүйесі өте жоғары деңгейде. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты медреселерде де тікелей ары қарай білімін жетілдіріп, мына Құран ілімдерінде толық ижаза белгілі бір мәртебесіне жеткісі келгендер үшін де Хусамаддин ас-Саанақи атындағы Ислам институты Сарыарқаның төрінде өз қызметін бастап, алғашқы түлектерінде осы жылы жаңағы бітіріп, осы жылы алғашқы түлектерінде сол білім ордасынан түлек ретінде ұшып шықты. Сол үшін қазіргі кездегі елімізде толыққанды қанағат алатындай діни білім тұрғысында біздің медресе ілімі болсын, университет ілімі болсын, толық жүйе ретінде қалыптасқан. Шетелге, өзге елге еліктемей, толық өз елімізде білім алатын мүмкіндік толыққанды бар деп айтамыз. Мысалы енді мынау ислам дінін үйренгісі келгендер, араб тілін меңгергісі келіп, алғашқы кездерде сол елдерге кетсе, қазір мемлекет арасы үкіметтердің арнайы меморандумы аясында, мысалы біздің Нұр Мүбарак университетінің өзінде 20-дан астам мысырлық ғылым доктор профессоры келіп сабақ береді. Түркияның өзінен, Нұр Мүбарактың өзінде 3 ұстаз, әйел ұстазы бар, ер ұстазы бар, Құраннан сабақ береді. Мына Қожа Ахмет Яссауи университетінің өзі бауырлас Түркия мен Қазақстанның арасындағы алтын көпір ретінде қалыптасқан. Бұл жердің өзінде де жаңағы теология факультетінде сол жақтың танымал, білікті доктор, профессор ұстаздары өз тәлімін өзіміздің қазақ жастарына үйретуде. Міне осындай жағдайды біздің елімізде қарастырғаннан кейін біз діни білім беру жүйесінде жоғары деңгей деп айтып өтеміз.